Сәлем достар, бүгін шоколадты сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге керекті жұмыртқа, шекер, сұйық май және де сүт қосып, барлығын миксерлейтін боламыз. Құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Онға какаоны, қопсытқышты салып, ыдыс ішінде жақсылап араластырып аламыз. Жаңа сұйық массамызға 2 бөліп саламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне осындай консистенцияда болады. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге творожный сырға бір жұмыртқаны саламыз. Содан соң құм шекерімізді және крахмалымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Міне креміміз дайын. Бұл кремді кондитерлік мешокқа салып, дайындап қоямыз. Енді сұйық майымызды 4 бұрышты тапамызға құйып, жақсылап, бетін жазып, күрекшенің көмегімен тегістеп шығамыз. Содан соң кондитерлік мешоктағы креміміздің аузын қайшының көмегімен қиып алып, сұйық массамыздың бетіне клетка етіп орналастырып шығамыз. Міне дәл видеодағыдай жасаңыздар. Біздің пирогымызды бірдей тепе-теңдікте болу үшін осылай ұрып аламыз. Енді пешкеге 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Өте керемет болып шығады. Шаймен жақсы үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған жансая ас болсын.